Ассалаумағалейкум достар. Биржаға қатысты қазақша трейдинг атты видео топтаманың 5-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі ролик сауда мәмілесін ашуға қатысты болмақ. Қызық болады деп ойлаймын. Ал кеттік ендеше. Саудада кез келген мәміленің математикалық болжам пайыз мөлшері болады. Ол алғашында әрқашанда 50-50. Трейдердің мақсаты нарықтағы жағдайға анализ жасап, өзінің сауда стратегиясы мен алгоритміне сүйене келе, нарықтағы мықты деңгейлердің жанында пайда болған біршама сигналдарды өз саудасына қосу арқылы математикалық болжам пайыз мөлшерін арттыру. Ол қандай сигналдар дейсіздер ғой? Күшіне қарай мықты деңгейлердің жанында бағаның жоғары не төмен барар бағытының ықтималдылығын арттыратын сигналдар. Трейдер осы сигналдарды қолдану арқылы нәтижесінде математикалық болжам пайыз мөлшерін 50-50-ден шамамен 90-10 болатындай мықты мәмілеге кіру нүктесін алу керек. Мысалы, баға күшіне қарай мықты деңгейдің жанына келді делік. Бұл жерде біз нені көре аламыз? Бағаның деңгейді бұза алмауы. Яғни бұл жерде деңгейді жібермей ұстап тұрған лимиттік ойыншының бары анық. Бұл бірінші сигнал. Демек, мәміленің математикалық болжам пайыз мөлшері 10%-ға өсті. Алғашында 50-50 болса, енді 60-40 болды. Екінші, жалған сынамалар. Олар деңгейдің барын растайды. Демек, мәміленің математикалық болжамының пайыз мөлшерін тағы да 10%-ға өсірді. 70-30 болды. Тәуекел мөлшері қысқа болатындай, стоп ордерін қоятын қауіпсіз орын. Ол да 10%. 80-20. Деңгейге жақындағандағы барлардың қысқаруы. Ол осы деңгейде сатушылар мен сатып алушылардың арасында позиция үшін күресін көрсетеді. Бұл да бір сигнал. Бұл жағдайда жоғарыда аталған сигналдарды ескеретін болсақ, көбіне баға кері бұрылып айналып кетіп жатады. Сонымен бұл сигнал мәміленің математикалық болжамының пайыз мөлшерін тағы да 10%-ға өсіреді. Нәтижесінде бұндай сигналдарды мәмілеге қосу арқылы мәміленің математикалық болжамының пайыз мөлшері 90-10-ға жетті. Бұл сигналдар бағаның жоғары не төмен барар бағытының ықтималдылығын арттырады және мықты мәмілеге кіру нүктесін береді. Яғни мәміленің табысты жабылуына 90%-дай кепілдік береді. Жалпы, нарықты түсінбей, мәмілеге кіру нүктесін нарықтағы қандай да бір жағдаймен байланыстырмай, табысты мәміле жасау мүмкін емес. Сондықтан, сауда жасамас бұрын трейдер ең бастысы нарықтағы жағдайды түсіне білу керек. Және оның мәмілеге кіру нүктесі қандай да бір маңызды оқиғаға байланған болғаны дұрыс. Маңызды оқиға ретінде ең оңтайлысы әрине ол деңгейлер. Сауда мәмілесін ашпас бұрын, алдымен алгоритмнің барлық шарттарын қамти алатын, мәміленің математикалық болжам мөлшерін арттыратын және де мықты мәмілеге кіру нүктесін беретін арнайы сценарий жасап алған дұрыс. Сценарий ол нарықтағы жағдайға анализ жасау арқылы деңгейлердің жанында бағаның одан ары қалай өрбитінін көрсететін трейдердің болжамы. Мысалы, баға күшіне қарай мықты бір деңгейге жақындады делік. Алдымен осы деңгейге анализ жасап алып, нарықтағы жағдайды түсініп алайық. Бірінші, бұл деңгейдің күшін анықтап алу керек. Деңгей бұрын соңды кездескен ба жоқ па? Деңгейді растайтын жалған сынамалар бар ма жоқ па? Деңгей бұрын соңды кездескен болса, бұл деңгей немен расталғанын және қозғалыс кімнің есебінен болғанын өзіңізге түсіндіріп көріңіз. Егер де түсіндіре алсаңыз, демек нарықтағы жағдайды түсінгеніңіз. Екінші, баға деңгейге қатысты қай жерде екенін анықтап алу керек. Деңгейден жоғары немесе төмен орналасқан ба? Және бұл деңгейге қалай жақындады? Үлкен немесе кішкентай барлармен ба? Бұл сұрақтарға жауап позиция ашуға болады ма жоқ па? Бағаның келесі деңгейге дейінгі қашықтығын ATR мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Деңгейге анализ жасалып болған соң, ары қарай қандай стратегияны қолданған дұрыс және қандай әрекеттер жасау керектігін қағаз бетіне сызу арқылы баға қозғалысын сценарий жасалады. Сценарий сызылған соң, бағаның қозғалысын бақылау арқылы оның орындалуын күтеміз. Егер де баға сіз жасаған сценарийге сәйкес келмей, басқаша кетіп жатса, ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. Мәмілені ашудан бас тарту керек. Сол дұрыс болады. Мәмілеге кіру нүктесін анықтаудың негізгі шарттарымен таныс болыңыздар. Мәмілеге кіру нүктесін анықтау моделі. Кез келген мәміле күшіне қарай мықты деңгейлердің жанында бастау алатындықтан, ең алдымен сол деңгейді анықтап алайық. Бірінші, сол деңгейді қалыптастырған барды тауып алайық. Деңгейді қалыптастырған бар бұл поствакуумдық құбылыс. Графикте кездесетін кез келген бар бола алады. Нақтырақ айтар болсам, сол бардың максимумы ең жоғарғы нүктесі, не минимумы ең төменгі нүктесі. Ол бар
Егер де басқа кез келген бардың максимумы не минимуммен расталған болса ғана, деңгейді қалыптастырған бар болып табылады. Деңгейді қалыптастырған барды растаушы бар, деңгейді растаушы бар деп аталады. Мәмілеге кіру нүктесін алу үшін деңгейді растайтын бардан екеу болғаны шарт. Деңгейді растайтын бар 1, деңгейді растайтын бар 2. Деңгейді қалыптастырған бар, деңгейді растайтын бар 1-ге қатысты кез келген жақтан бола алады. Яғни, жоғары жақтан да, төмен жақтан да. Егер жоғары жақтан келсе, бардың минимумы алынады. Егер төменнен келсе, максимумы алынады. Екеуінің арасында барлардың кез келген саны болуы мүмкін. Ол проторговка бола ма, немесе деңгейді бұзу бола ма, бәрібір. Ең басты шарт бір нүктеге, бір бағаға соғуы керек. Екінші, деңгейді растайтын бар 1 мен деңгейді растайтын бар 2-ның араларында басқа ешқандай бар болмауы шарт, және бір нүктеге бір бағаға соғуы керек. Деңгейді растайтын бар 2 деңгейді бұзбауы шарт. Бірнеше пунктке шағын люфт рұқсат етіледі. Егер де деңгейді растайтын бар 2 мен деңгей бұзылған болса, онда ол жалған сынама болып табылады да, мәмілеге кіру нүктесін анықтау моделі бұзылған болып саналады. Модель бұзылған шақта деңгейді қалыптастырған бар өзінің бұрынғы орнында қала береді де, деңгейді растайтын бар 1 мен деңгейді растайтын бар 2-ның қайта пайда болуын күту керек. Егер де бәрі дұрыс, ешқандай ауытқуларсыз болса, үшінші, деңгейді растайтын бар 2-ның жабылуына 30-40 секундтай уақыт қалған кезде сатуға немесе сатып алуға лимиттік ордер қойылады. Егер де қойылған лимиттік ордер орындалмай, баға оған жетпей 2 стоп мөлшерінде қашықтыққа кетіп қалып жатса, онда қойылған лимиттік ордер алынып тасталады. Стоп мөлшері немесе мәмілеге жұмсалатын тәуекел мөлшері. Стоп мөлшері саудаланып жатқан құралдың, яғни акцияның құбылмалылығына байланысты. Стоп 2 түрге бөлінеді: техникалық және есептеу. Техникалық стоп график бойынша қойылады. Ол тек деңгейден кейін және көп жағдайда егер де тәуекел мөлшері мүмкіндік берсе, жалған сынамалар бар болса, сол жалған сынамадан кейін қойылады. Есептеу стоп, яғни стоп мөлшері арнайы формулалар арқылы анықталады. Есептеу формуласы: тәуекел деңгей бағасының 0,2%-ын құрайды. Люфт тәуекел мөлшерінің 20%-ын құрайды. Мәмілеге кіру нүктесі: деңгей бағасы қосу не азайту люфт. Стоп лосс мәмілеге кіру нүктесі: қосу немесе азайту тәуекел мөлшері. Take profit 3/1. Бір мысал келтірейік. Акцияның бағасы $30 делік, және бұл біздің деңгейіміз. Бірінші, тәуекел мөлшерін анықтап алайық. Деңгей бағасы $30 болса, 30-ды 0,2%-ға көбейтсек, 0,6 шықты. Демек, тәуекел мөлшері 6 пункт. Екінші, люфт. Люфт ол бағаның бірнеше пунктке ауытқуы. Ол тәуекел мөлшерінің 20%-ын құрайды. Тәуекел мөлшері бізде 6 пункт болса, онда 0,6 көбейтілген 20% тең болады 0,1. Демек, люфт 1 пункт. Енді мәмілеге кіру нүктесін анықтайық. Ол үшін деңгей бағасы қосу немесе азайту люфт. Егер де сатып алу керек болса, деңгей бағасына люфт мөлшерін қосамыз. Сонда мәмілеге кіру бағасы $30,1 болады. Төртінші, стоп лосс. Стоп лосс мәмілеге жұмсалатын тәуекел мөлшеріне тең. Егер де сатып алу керек болса, мәмілеге кіру бағасынан тәуекел мөлшерін 6 пункті, яғни 0,6-ны азайтамыз. Сонда стоп лосс 29,95 болады. Бесінші, take profit. Мәміледен алар табысымыз 3/1 болса, демек стоп лосс 0,6-ны 3-ке көбейтеміз. Сонда 0,118 болады. Демек 18 пункт. Егер де сатып алу керек болса, 30,1 қосу 0,118, take profit 30,119. Мәмілеге жұмсалатын стоп мөлшері күніне депозиттің 1 не 2%-нан аспауы керек. Кез келген саудаланатын акцияның ATR мөлшері болады, яғни бір күндік қозғалысының жүру жолы. Егер де сол жолдың 30-40%-ын алуды үйренсе, сол әлде қайда жақсы болады. Мысалы, сіз саудалап жүрген құрал, яғни акция күніне 100 пункт жүрсе, соның бәрін алуды мақсат етудің қажеті жоқ. Ол мүмкін емес, өте сирек кездеседі. 30 не 40%-ын алса болғаны. Яғни күніне 30-40 пункт алса, сол жеткілікті. Бүгінге осы достар, айтылған ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Жалпы видео ұнап жатса, арнаға жазылып лайк басып пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.